Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бұл 5 күндік курста біз сөйлем мүшелерін толығымен меңгеріп шығатын боламыз. Сөйлем мүшелері 5. Бастауыш, баяндауыш. Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің тұрлаулы мүшелеріне жатады. Бастауышсыз сөйлем болуы мүмкін, бірақ баяндауышсыз сөйлем болуы мүмкін емес. Бастауыш пен баяндауышты сөйлемнің ұйытқысы деп айтып жатады. Енді осы 5 күндік курсты толығымен көріп шығуға тырысыңдар, балалар. Өйткені әр күні біз әр сөйлем мүшесін өтетін боламыз. Сонымен біз бастауыштан бастаймыз. Негізі біз сөйлем талдағанда баяндауыштан бастап талдаймыз. Сондықтан баяндауыштан бастап өтуімізге де болатын тұғын. Бірақ негізі кітапта бастауыштан бастап береді. Сондықтан бастауышты бірінші өтеміз. Бастауыш